Мгм. Так, сіздерге осы курс жайлы жалпы түсіндіріп өтейін, иә? Вообще не болады, не қоямыз деген сияқты. Әрі қарай біз барлығымыз бір-бірімізбен уже танысып, А точка, Б точка соларды анықтайтын боламыз. Баламен отыр едім, кедергі келтіреді. Бұйырса келесі сабақта мүмкіндік болса қосылармын. Сабаққа күтіп жүрмін. Менің де балам артында отыр. Біреусі неде телевизор көрсетіп қойған, пока күйеуім үйде жоқ. Екеуісін екі жақта алдап қойдым, чтобы мен сабақ 7-де сабақ өтуім үшін. Күйеуім келемін деген 7-де, бірақ кешігіп жатыр. Екеуіне екі зат беріп әйтеуір алдап қойдым бірдеңе. Так, бізде енді курстың өзі мета level деп аталады. Мысалы, сіздер уже бұрыннан 4-5 рет или там 2-3 рет деген сияқты курс оқып келдіңіздер маған, бірақ что-то не то екенін білесіздер, оны сіздер шешу керексіздер дегендей. Негізі менде деңгейлері өте жақсы адамдар келді. Араларыңызда ешқандай новичок жоқ. Осы жолы жаңағы бұрын БМ, БС деген сияқты заттарды түсіндіріп отыратын моменттер болған. Хотя ол кісі жаңағы действующиймін деп келгеннің өзінде. Ал қазір осы потокта менде байқағанымша простой адам жоқ. Барлығы біледі не нәрсе екенін. Енді сіздерге ең бірінші ереже ол маған сену. Мысалы, мен сіздердің осы курстың авторымын, сіздер маған оқуға келдіңіздер и маған сеніп келдіңіздер. Маған сенсеңіздер болды, мен значит сіздерді нәтижеге шығарам деген сөз. Мына жерде менде 10 адам болса, 10 адамның деңгейі по-любому әртүрлі, иә. Бірақ сіздердің жаңағы жеке бізде разборлар болады, разбор сабақтар зум сабақтан бөлек тағы да. И сол жақта тоже сіздерге даму стратегиясын мен сызып беремін. Енді бізде екінші ереже ол активность. Активный болу, ешқандай зумнан қалмау, разбордан қалмау, айтылған затты уақытылы орындау. Бұл өте маңызды. Негізі мынандай ғой, сіздер курсқа келдіңіздер, енді бәріміз өзіміздің қара басымызды ойлап, ақша табайын, бірдеңеге жетейін деп келдік, иә. Бірақ мына жерде активность өте маңызды. Негізі таргетолог ол өзін көрсетіп білу керек. Ол өзінің клиенттерінің алдында көрсетіп білу керек. Ол өзінің блогында көрсетіп білу керек деген сияқты. Потом ол өзіне жаңағы орта құрып алып, сол ортада көрсету керек дегендей. Мысалы, сіздер 10 адам оқып жатырсыздар ма, бір-біріңізбен жаңа тығыз қарым қатынаста болып араласып тұрыңыздар. Себебі менде алдыңғы курстарда кәдімгідей күшті орта қалыптасып қалды. Нетворкинг, мысалы, бірдеңе болса сразу жинала қоямыз, или біреуде там кейс жоқ, цветочныйға таргет жіберейін деп жатыр, бірақ кейс жоқ, сол кезде бір-бірімізге көмектесеміз. Міне кейс ала ғой, или серая нишаға кірейін деп жатыр. Мен ол кісілерге, маған мысалы серая нишаға кіргісі келсе, любой келіп консультация беріңізші, мен жаңағы сераяға кірейін деп жатырмын десе, мен ол кісіге аты үйді айтып беремін. Вообще ол жаққа не деп сөйлеу керек, қандай воронкалар қолдану керек деген сияқты мен оларға қызғанбай бәрін айтып беремін. Тура сондай болу керек. Енді бізде бұйырса выпускной болады, июньға қойып жатырмын. Ол жерде тағы да сіздерден бөлек менен бұрын жаңағы оқып кеткен кісілердің барлығын шақырамыз, үлкен бір жақсы ортақ құрамыз деген ойдамыз. Нетворкинг қалыптастыру, жанып тұру, проблеманы ұмыту. Мысалы, кейбір адамдар болады, өзінің жеке өміріндегі состояниесін жаңағы өзінің жұмысына әкеп қояды да. Менде де мысалы маркетолог болған кезде сондайда қол астымдағы сотрудниктер бір проблемасы болып жатса, сол проблемасының ішіне кіріп кетеді да, хотя бұл жұмыс. Бұл жұмыс. Мен ол кісіні енді адами тұрғыда түсінуім мүмкін, бірақ дедлайнмен бәрібір жасалынуы керек. Себебі ол оны жасамаса, бүкіл ана жерде компания күйіп тұр да, компанияның жұмысы тоқтап тұр. Менде мысалы болды студенттерге жаңағы бір әйел адам болды, атын айтпай ақ қояйын, бірақ мектепте мұғалім да, жаңағы кісі мектепте мұғалім, и мен оған задание берем, бірақ заданияның ешқайсысын орындамайды. И неге десе, бүйтіп айтады: бүгін мектепте 2 оқушы төбелесіп қалып еді, содан кейін мен орындай алған жоқпын деген сияқты да. И ертесіне сұрасаң, тағы да бір сондай. Бұның барлығы сылтау негізі. Барлығымыздың проблемамыз бар ғой. Ешкімнің мына жерде мысалы қайсысы шығып айта алады менде бәрі керемет деп. Барлығымызда проблема бар, бірақ біз ол проблеманы, состояниені жұмысқа никак араластырмаймыз. Енді выражаться етуден қорықпау, жаңа айтып кеткендей, бүкіл жерде активность болу керек. Мен мысалы осы выражаться етуді былай мысал келтірейін. Мен 30-қа искусственный интеллектті біреу жамандап комментарий жазған екен, неде, 30-та. Сосын мен оған ответ қайтардым. И сол комментариімнан кейін
менен сол курсты 5 адам сатып алды. Ойлаңыздар. Просто комментарий жаза салдым ана жерде и сатып алды. Бұл выражаться етуден қорықпау деген сөз. Енді жеке өмірді жұмыспен араластырма, жаңа айтып кеттім, курстан кайф алу. Сіздер курсқа келдіңіздер, чтобы өсу үшін, болмаса курс ашу үшін, болмаса блогты жүргізіп бастау үшін деген сияқты бір мақсатпен келдіңіздер, иә. Сол процесстен сіздер кайф алу керексіздер. Ол процесске жетіп жатырсыздар. Енді декомпозиция жасау, ақша көп табу үшін план құрамыз. Бұл плансыз сіздер вообще негізі в тумане болып жүресіздер. Не үшін тауып жатырсыздар ол ақшаны, соны біліп алу керек. Мысалы, мен өзім студент кезінде таргетті оқыдым, бірақ таргеттен вообще мен тұрақты клиент те алған жоқпын, ақша да дұрыс тапқан жоқпын, курстарға құрта бердім ақшамды. Неге? Себебі менде план болған жоқ. Сосын мен тұрмысқа шықтым, бала көтердім, и содан кейін мен уже мынандай состояние болады ғой, жопа горит деген сияқты. Вот сондай состояниемен мен өзім қалай әрекет жасап кеткенім, мен өзім шок болдым да. Адамда мақсат болса, ол әрекет етеді, ал мақсат болмаса, мысалы, көп таргетологпен мен жаңа курсымды сатып жатқан кезде сөйлестім ғой, сол кезде мен масштабқа шыққым келеді, өскім келеді дейді да. Сол кезде сұрасам, сіздің алдыңызда қандай цель бар, или сол мақсатқа жету үшін не істеп жатырсыз деп сұрақ қойсам, ешкім ештеңке деп ответ бере алмайды да. Себебі кейбір таргетологтар еще мойындады, менің мақсатым жоқ екен, просто ай сайын рассрочкам кредитім төленіп отырса, сол маған өзі жетеді деп сөйтіп жауап берген таргетологтар болды да. Ол кісіде былай алдына қойған мақсат жоқ, содан кейін де жетуі қиын ол затқа. Енді сіздер план құрасыздар. Бұл енді примерно жасадым, 70% услугадан табам, 30% блогтан табам деген сияқты. Енді сіздердің жағдайларыңызда бұл қалай? Может быть, блог жүргізгісі келмейтін адамдар болуы мүмкін да. Ондай адамдар бар негізі. Таргетологтар айына 6-7 миллион табады за услугу просто. Олардың там 20 клиенті болуы мүмкін, 15 клиенті болуы мүмкін, или 30 клиенті болуы мүмкін. Жаңа ассистент алып алады таргетолог, и соған оклад беріп қояды, болмаса процентке отырғызып қояды. Солай да жұмыс жасайтын таргетологтар бар. Бұл енді по желанию. Сіз қалай жасағыңыз келеді. Мысалы, мен блогты жүргізіп, и блогтан да тауғым келеді. Бір жағынан, неге десе, мен өзіме былай ответ береді екен. Потому что мен выражаться еткенді, жалпы жаңа популярный болғанды жақсы көреді екем. Содан кейін мен блог бастаған екем. Енді сенімділік. Сіз өзіңізге сенбесеңіз, кім сенеді? В состоянии жертвы болмау керек. В состоянии жертвы адамдарда больше всего не получается. Мысалы, маған күйеуім сенбейді, маған енем сенбейді, маған даже мамам сенбейді, анау мынау деген сияқты проблемасы өте көп, жертва состояниясында жүрген адамдар көп. Енді былай қарап отырса, мысалы, маған да күйеуім сенбеген, басында вообще мен ол кезде жігітпен қыз болып жүріп жүріп қой, сол кезде мен осындай курс оқиын деп жатырмын деген кезде, ол вообще үстімне күліп берген да. Бірақ мен, мен үстімнен прикол тығып жатыр, мен оқымаймын, или ол кезде мен студент болдым, студент кезде, мысалы, жаңағы қазіргідей аты шықпаған ғой ол кезде онлайн мамандықтардың, барлығы прикол тығып, ойбай, блогер болып кеттің ба десе, шапка профильге еще SMM анау мынау деп жазып қойсаң, SMM визуал, мобилограф анау мынау жазған кезде бәрі прикол тығып, как будто бір ана жерде өзіңді чортқа сатып сөйтіп тастайды да. Бірақ главное, сіз өзіңізге сенсеңіз болды. Мен всегда өз-өзіме сенген екен. Осы уақытқа қарасам, артыма өйтіп қарасам, мен всегда өз-өзіме сенген екен. Мен всегда ірі компаниялармен жұмыс жасайтынымды білген екенмін. Мен всегда оқушыларым болып курс бастайтынымды білген екен. Хотя мен ол кезде жаңа прикол тығып жүрген заманда оқыдық қой енді. Бірақ соның өзінде мен сенген екен ол заттың барлығына. Енді бізде ЗОК деген зат бар. Знание, ответственность, контроль. Знанияны, білімді мен берем, үйрену, білімі бар адам жерде қалмайды. Білім шкаласын анықтап, оқушы позициясында боламыз. Бастағы коронаны шешеміз. Бұл сөз былай ғой. Мысалы, менде осыған дейін 7 потокты оқыттым. Қаншама студенттер болды оның ішінде. И мен никогда нольден бастап оқытпағам. Арасында барлығы өздеріңіз сияқты практик таргетологтар или действующий таргетологтар келді. Сол кезде кейбір таргетологтар болады, өзі курс жасап жүрген таргетолог, мен қазақ атын айтпаймын, кәдімгідей курс жасап жүр, обучение өтіп жүр, ондай таргетологтар көп келеді маған. Бірақ бастарында коронада шешпейді ол коронасын. Енді маған келген кезде білімін уже біліп тұрасың ғой, адаммен сөйлескен кезде қандай екен.
өздері еще обучение оқытады, консультация өтеді деген сияқты. Бірақ еш қалай коронасын шешпейді, и қандай білім айтсаң да, ана кісіге қалай оқытсаң да қонбайды ол зат. Потому что басында коронасы бар да. Мысалы, мен маркетолог и таргетологпын. Жаңағы қол астыма таргетолог келген кезде, мысалы 4 жылдық опытым бар таргетолог деп келді, менімен бірдей ғой енді. Жаңағы кісімен сөйлескен кезде реально білімді, бірақ жазсаң 2 сағаттан кейін или ертесіне жауап береді да. Тоже ол дұрыс емес. Ондай адамдар негізі ешкімге ұнамайды. Сондықтан қай жерде болмасын басымыздағы коронамызды шешіп, сіздер білім алуға келдіңіздер, значит оқушы позициясында болу керек. Сосын мына жерде тоже бір айта кеткім келеді, жаңа алдыға қарай жүгіріп кетпеу керек. Әр модуль өзінің уақытымен ашылады, әр эфир өзінің уақытымен болады. Бірақ енді мысалы сіздер пиксель дегенді өтпесеңіздер, ол пиксель алдағы уақыттарда болады, иә. Бірақ мен оны өткен жоқпын, значит мен бұндай клиентті алмаймын или бұл бойынша сұрақ қоя алмаймын деген сөз емес. Конечно, сұрақ қойсаңыздар болады, сіздерге көрсетіп жібереміз видеомен қалай жасау керегін барлығын. Бірақ маған срочно керек, осы модульді аш деп емес, барлығымыз бірге процесстен рахат алып, сіздер білім алуға келдіңіздер, жаңағы маркетингті тереңнен игеруге келдіңіздер. Просто процесстен рахат алып үйрену керек. Енді ответственность. Өміріңнің өзгеруіне себепкер сен ғана деген истинаны қабылдау. Жауапкершілік — это желание. Ал кейбіреулердің желаниясы жоқ та, и орта жолдан қалып кетеді. Мысалы, енді мен өзім топтық обучение өткізіп жүрдім, енді курс өткізіп жатырмын. Бұл жерде 50% адам уже жартысына жетпей сразу бүйтіп тығылып қалады да. Сондықтан ондай емес, ответственность алып білу керек әр адам өзіне. Контроль — бастау, өзгерту, аяқтау. Назар — фокус, где фокус, там рост. Енді обесценивать етпейміз өз-өзімізді. Көп зат мышлениеге байланысты. Мидың ловушкасына түспеу, бір мотивацияға ғана қарамау. Әр адам негізі өсетін кезде, жаңағы рост келетін кезде или көп ақша келетін кезде, көп ақшаға кететін кезде адам қатты құлайды. Кім сондай ситуацияның басына өткізді? Мен мысалы сондай болған екен постоянно. Мен өзімнің ақша жағынан өсетін кезімде или бір достижение болатын кезде қатты құлайды екен. И сол қатты құлаған кезде мидың ловушкасы болады. Мысалы, ой, тасташ, керек емес, істемей ақ қой, лучше жата сал, так, бүгін кино көріп жата салайық, ештеңке қарамай ақ қояйық деген сияқты. Ми жаңаға адамға сөйтеді. Ол ловушканың барлығына түспеу керек. Сосын бір мотивацияға ғана қарап күн көрмеу керек. Мысалы, сіздер курс алдыңыздар, қазір барлықтарыңыз жанып тұрсыздар, жаңағы болды, осы курстан кейін мен осындай нәтижеге жетемін деп уже желанияларыңыз бар да. Бірақ ол бірінші мотивация. Негізі адам успехқа жететін кезде осы 3 этапта өтеді. Сіздер қазір ең бірінші этаптасыздар, мотивация этапында. Екінші этап уже мидың ловушкалары кетеді сіздерге. Ой, қарамай қалайыншы, потом ертең қарай салам, бүгін мен тойға баратын едім, ойланды деп сөйтетін, ол уже ловушкаларда. Сол кезде адам өзін заставлять ету керек. Жоқ, мен өлем тірлем осы зат істеймін. Мен всегда сөйтем, мысалы. Қалай жазсаңыз да солай жасаңыз, бірақ именно сол заданияны орындау керек. Может быть, таңғы 4-ке дейін ұйықтамайсыздар, или бір күн ұйықтамай қоя саласыздар деген сияқты, бірақ сол затты жасау керек. Ал үшінші этап уже сіздердің успехтарыңыз болады. Егер сіздер сол екінші этаптан құлап қалсаңыздар, үшінші этап келмейді сіздерге. Енді әрекет. Мысалы, былай айтайыншы, мен өзімнің мысалы қазіргі жеткен нәтижеме не себепкер болды десе, мен әрекет деп жауап беретін едім. Мысалы, мен бір үлкен компанияға кіріп кеттім да жұмысқа. Рассылка жасадым, мен тоқтамай рассылка жасадым, потом үлкен бір компанияға жұмысқа кіріп кеттім. Бірақ ол кезде мен жаңаға бүкіл воронканы білдім, бүкіл отчеттарды, там бүкіл сайтқа пиксель орнату деген сияқты заттарды білдім деп айта алмаймын, бірақ каким-то способом кіріп кеттім. Сосын жаңаға кіріп кеткеннен кейін енді жұмыстар басталады ғой. Жұмыстар басталған кезде қиындықтар болады, бірақ мен всегда әрекет еткенмін да. То есть мына жерде сіздерге айтқым келіп тұрғаны, самый опытный, самый жаңағы барлығын білетіні, білімдісі нәтижеге жетпейді, самый пысығы, қайтпайтындар жетеді. Мен мысалы қатты білімді болмасам да, тоқтамай әрекет еткен екен. Мысалы, мен квартирада тұрдым, сол квартираның ремонты онша емес болды да. Бірақ онша емес ремонт болса да, мен сол квартирада блок жүргізіп 2 поток өткен екенмін. Ол
Бірінші қызымды туғаннан кейін болған екен. Квартира онша емес қой, еще іші деген ремонты да жоқ, жарығы да біртүрлі. Бірақ мен всегда комфортта өмір сүргім келген да. И ой, мен осындай квартирада жаңағы тұрып жатырмын деген емес. Мен просто әрекет ете бергенмін, ештеңеге қарамай. Еще ол кезде блог жүргізуді да онша білмейсің ғой. Ойыма не келеді, в момент жасап тастаймын. И уже екі поток жүргізіп тастаған ғой. Еще сол кезде мен өзіме таргет қоспағам. Прикиньте, таргет қоспағам мен өзіме. Просто өзімнің аудиториямды қыздыру арқылы ғана сөйтіп жасаған екенмін. Енді білімді ақшаға айналдыру. Сіздер таргет оқысыздар. Мысалы, маған келеді да, то есть сіздердің мысалдарыңызбен келтірейін. 4-5 рет оқып тастадыңыздар, 2-3 рет оқып тастадыңдар. Явно енді таргет оқып келдіңіздер ғой. Сосын новыйдан оқып жатырсыздар білімді таргеттен. Сол кезде ой, мен алдыңғы потокта ешқандай нәтижеге жеткен жоқпын деп сөйтіп тұру негізі қате. Потому что біз барлығымыз сөйтіп 10-15 реттен или там 5-6 реттен таргет курсын оқыдық, содан кейін ғана нәтиже шықты да. Бір рет таргеттен курс оқып успешно болып кеткен ешкім жоқ. Сондықтан сіздер дұрыс жолда келе жатырсыздар. Мына жерде сіздердің білетін бір заттарыңыздың өзін ақшаға айналдыруға болады. Мысалы, UTM-метка дейді да. UTM-метканы мысалы 4-5 рет курс оқып тастаса да білетін таргетологтар аз. Сіз мысалы осы просто нені алып, соны автоворонкаға қосып қойып, там 2000-нан сатам, 3000-нан сатам деген сияқты автоворонкаға қосып қойсаңыздар болады. И сол жақтан тоже капать етіп отырады. Бұл енді UTM-нан бөлек басқа да мысалдар болады. Просто сіздерге мысалға келтіріп жатырмын. То есть сіздердің білетін әрбір сөздеріңіз, ойларыңыз, әрекеттеріңіз бәрін ақшаға айналдыруға болады. Мысалы, мен практикум өткіздім, 990 теңге вход дедім, таргет қосқан жоқ, просто өзім аудиторияма өткіздім, 2 күн салдым, 56 мың теңге просто так. Солай да, сіздердің әрбір сөздеріңізді, мысльдарыңызды осылай ақшаға айналдыруға болады. Сіздер таргеттен бұрын курс оқысаңыздар, вообще керемет. Енді жаңа айтқандай, блог бұл бизнес. Енді бастаған істі соңына дейін тасымалдау. Ой, тасымалдау деп қадамдар. Сосын тағы айта кететінім, сол 990 теңге өткіздім ғой мен жаңағы сабақ, эфир сабақ. Еще мен ол кезде запросыйды ашып қарамаған екем. Запросыйды кейде бүйтіп ашып қарап отырдым, албай қарамаған екем. Сосын сабақ өткеннен кейін запросыйды просто бүйтіп ашып қарасам, қаншама адам жазғанда ана жерде. И мен ұмытып кеткен просто так, и қаншама адам кірмеген. Ал егер оның барлығын оқитын болсам, вообще көп адам кіретін еді. Енді бастаған істі соңына дейін тастамау қадамдары бар. Ең бірінші қадам ол просто шешім қабылдау. Оңай көрінеді, бірақ шешім қабылдау. Сосын проблемадан қашпау. Мысалы, сіздердің өмірлеріңізде бір андай ситуация болып тұрады, қатты психологияға кетпей ақ қояйын. Мен өзім ондай психологияға ондай бір қатты жаталаған адам емеспін. Мен просто әрекет етемін и все. Сондай бір қатты ситуация болып тұрған кезде, сол ситуация, значит, сіздерге бірдеңе берейін деп жатыр. Бірақ сол ситуацияда сіздер қалай іздендіңіздер? Шешімін таптыңыздар ма? Или шешім таппай депрессияға кіріп кеттіңіздер ма? Ол просто проблема сіздерге бір мүмкіндік болып тұр да. И сол мүмкіндікті ұстау үшін сол проблеманың шешімін табу керек. Ол үшін сіздер ең бірінші шешім қабылдау керексіздер. Сосын екінші қадам мақсатыңды кішірейт. Үлкен мақсатқа жету үшін бірінші кішісін жасап ал. Мен сіздерге самый қарапайым заттар айтып жатырмын да, бірақ көп адам упускать етеді бұл затты. Мен мысалы өзімнің соңғы курсымды 900 мыңға алған кезде, мен ол кезде 1,5-2 миллион тұрақты табыс болады менде. Ай сайын сондай ақша табам. Тек қана услуга бұл жерде. Обучение анау мынау емес, тек қана услугадан солай табам. И мен сол курсты алғаннан кейін өзіме Б точкаға 5 миллион теңге деп жазып тастағанмын ғой. Ал менің табатыным 2 миллион. Енді қараңыздар, мен ана жерде өмірімде услугадан 3 миллион тауып көрмеген, бірақ мен сол 2 айда 5 миллион табам деп қойып тастағам да. Бұл тоже негізі дұрыс емес. Мысалы, 5 миллион деп уже ожидание қойып тастасаңыз, егер сол суммаға жетпесеңіз, тоже адам андай өз-өзіне сенбей қалуы мүмкін или выгорать етіп кетуі мүмкін. Ой, мен бәрі таппаймын бұл ақшаны деген сияқты өзі туралы жаман жаңағы ой қалыптасуы мүмкін. Сондықтан үлкен мақсат бар ма? Үлкен мақсатқа жету үшін бірінші кіші мақсаттарды қойып алу керек. Сол кезде мен мысалы былай мақсат қоюым керек еді. 2 миллион тауып жүрмін, 2 миллионды мен ұстап көрген адаммын ғой услугамен. Енді мен 2,5 или 3 миллион сол ақшаны ұстап көремін, потом барып 3,5-4-ке көтерем деп мақсат қойсам, ол кезде менде может быть сол ақшаға жаңа жетер едім дегендей да. Енді бір нәрсені таңда, бір уақытта бір нәрсені жасау. Бұл дегеніміз, сіздер қазір таргеттен курс оқып жатырсыздар ма? Басқа курсты үстінен алып,
қабаттастырудың қажет жоқ. Мысалы менде студенттер болған, мен жаңағы оларға задание берем, контентті дамытуға. Сол кезде олар контентін дамыту үшін дизайн туралы курстар алып тастайды да. Енді дизайн туралы курстарды ол жақта тоже тапсырма береді ғой, не туда не сюда, сондай болып қалады да. Егер сіздер таргеттен осы курсты алдыңыздар ма, пусть лучше 6 ай демала тұрыңыздар. Осы информацияны, осы ақпаратты қорытып алғанша ми. Сіз 6 ай осы затты қорытып аласыз, потом барып оқитын затыңызды оқуға болады. Сосын мотивацияны ұмыту. Негізі мотивация деген бір моментте болатын зат, потом өшіп қалады. Мысалы сіздер жанып тұрсыздар, ертең ол мотивация болмауы мүмкін. Сондықтан всегда өз-өзімізді заставлять етеміз. Істегіңіз келсін, келмесін заставлять ету керек, и все. Потому что депрессияда, выгоранияда отыруға уақыт жоқ қазір. Себебі ақша табу керек. Мысалы сіздердің бала шағаларыңыз болса, или там семьяңыз болса, оларға ақша керек деген сияқты да. Сіздің тек қана бір мотивацияңызға күніңіз қарап қалмау керек. Сосын миыңды алдау. Мысалы мен барлық адамға көмектесе аламын. Менің курсыма келген адамның барлығын результатқа шыға аламын. То есть мен миыма осылай айтамын. И миым менің осы ақпаратты қабылдайды. Сіздер тоже. Мысалы мен бір клиенттен за услугу 300 000 теңге деп қойып тастаймын. Деген сияқты сіздер тоже миға сигнал беру керексіздер. Егер сіздер оны өздеріңіз айтпасаңыздар, сіздерге ешкім сырттан келіп, давай мен саған за услугу 300 000 теңге төлей салайын деп клиент өлсе де айтпайды олай сіздерге. Сондықтан сіздер өздеріңіз айту керексіздер ол затты. Миды алдау маңызды. Өзіңе сене бермей, әрекетіңе сен. Кейбір адамдар болады. Мен түбі атып кетем деп әрекет етпей жүре береді. Мысалы, мен өзімнің ситуациямнан жаңа келтіргендей, менде клиент болған жоқ, бірақ мен өзім түбі атып кететінімді білдім. Бірақ біліп жүре бермеймін, мен тоже әрекетім болды да жанымда. Тура сол сияқты. Егер сіздер, ой мен түбі по-любому атып кетем деп әрекет етпей жүре беретін, мысалы, жігіттер бар ғой. Мысалы, қыздар жігіттермен сөйлескен кезде сондай адам болған шығар жандарыңызда. Ой, мен мына жақта мынандай заттарым бар, мына жақта осындай ақша түсу керек еді. Короче, браттардың проблемасымен жүрмін деген сияқты жігіттер болатын еді ғой. Тура сол сияқты. Түбі атып кетемін деп тек қана ойлап жүре бермей, еще и әрекет жасау керек. Нәтижені қатты күтпей, процесстен рахат алу. Жаңа оны сіздерге тоже айтып кеттім, иә. Мысалы, сіздер бір Б точкаға мақсат қойдыңыздар, и сол мақсатқа жеткен кезде ғана мен рахат аламын деген емес, сол процесске жету барысында, мысалы сіздер 2 миллион тапқыңыз келеді, сол 2 миллионды тапқан кезде ғана бір қуанып, бір жетістікке жеттім емес, сол 2 миллион теңгенің 100 000 теңгесін тапсаңыз, сол ақшаға сіздер рахат алып білу керексіздер да, соны айтқым келеді. Вот осы заттар. Енді сіздерді өзіміздің осы курстағы куратормен таныстырып өтейін. Бұл куратор менің өзімнің оқушым, менен оқыған. Алдыңғы эфирде қатысқан болсаңыздар, тоже сол менің кейсім ретінде шыққан еді. Кураторды жақсы көру керек, кураторды тыңдау керек, куратормен советоваться ету керек. Мысалы сіздер жаңа бірнеше рет айттым, көп курс оқып тастасаңыздар да, сіздер бір жері не то екенін біліп келдіңіздер. Бір жер не то болып, соны дұрыстауға келгеннен кейін, жаңағы осы курсты полный қарап, алдыға қарай жүгіріп кетпей, барлығымен в моменте болып, и куратормен советоваться етіп, кураторды тыңдап отыру керек. Себебі мен ол қызды бостан-босқа қойған жоқпын. Мен ол қызға сенгеннен кейін, ол қыз сіздерге көмектесетін болғаннан кейін, сіздердің алдыларыңызға қойып отырмын. Бізде аптасына бір эфир куратормен и менімен болып отырады. Получается, сіздерде аптасына 2 зумнан болып отырады. Енді куратор, Гүлназ, камераңды қосасың ба? Қосып отырмын. Барлықтарыңызға қайырлы кеш, саламатсыздар ма? Есімім Гүлназ болады. Сіздермен 1 ай жарым уақыт бірге жұмыс жасайтын боламын. Ары қарай түсіндіре берейін ба, или Гүлшат ханым, сіз не істейсіз ба? Өзіңізді кішігірім таныстырып өтсеңіз болады. Тағы да барлықтарыңызға қайырлы кеш. Менің есімім Гүлназ болады. Мен негізі осыдан бір жыл болып қалды, уже Гүлшат ханымға келген болатынмын. Мен негізі Гүлшат ханымға 0 болып келдім десем де болады. Тек қана трафик пен вовлеченностьті білем. Тек былай клиенттер аламын. Бір табысым әрі кетсе бір 150 000-нан аспайтын шынымен. Мен 150 000-ға андай алатыным ғой, мобилограф, SMM, таргет, контент мейкер, монтажер бәрін қосып алатыным.
жатырмын. И ананың бәрін алып аламын да мен бір проектті бітіре алмаймын, екінші проект қысады, уже солай мен қиналып кеткен болатын. Гүлшат ханымға келгеннен кейін честно мен өстім. Қазір инфобизнестерді қазір де маған клиенттер жазып жатыр. Инфобизнестен бады деген сияқты өте чектері ірі клиенттермен жұмыс жасап бастадым. Жалпы мен кейс болып өздері мен тұрмын ғой, мен 100% айта аламын, сіздер если өздеріңізге жауапкершілік алып осы бір курсты жақсы мән беріп оқитын болсаңыздар, сіздер шынымен де неге шығасыздар, нәтижеге шығасыздар дей аламын. Мен нәтиже көргеннен кейін сіздерге шынайы отзывымды айтып отырмын. Мгм. Жақсы. Гүлназымен сатып кеттіңіз ғой. Мен курсымды сатып кеткендей Шынайы шын болғаннан кейін айтып отырмын. Иә, бізде куратор Гүлназ. Бір эфир бізде Гүлназбен болып отырады. Кураторымызды тыңдаймыз. Жаңа айтып кеткендей, кураторымызды жақсы көреміз. Так, енді біз өзара танысайық, себебі 1,5 ай бойы біз бір-бірімізбен араласып, бір-бірімізбен сөйлесіп, бірге оқитын боламыз. Сондықтан бір-бірден қазір өзімізді кішігірім таныстырып өтейік, иә. Қандай проекттерлеріңіз бар? Негізі одан бұрын жазыңыздар, иә. И айлық табысыңыз қазір қанша болып жатыр, средний чектеріңіз қанша деген сияқты. И таргеттен неше рет курс оқыдыңыздар, Б точкада қандай вообще результат көргілеріңіз келеді, соны кішігірім айтып өтсеңіздер, чтоб бір-бірімізді вообще танып жүретіндей. Так, бір бірлеп айта берсеңіздер болады сразу. Так, кім бастайды? Гүлмира, бастайсыз ба? Мен бастай берсем қалай болады? Бастай беріңіз. Сіз Башлап- менде жазып едіңіз ғой комментарийге 250 мыңға Иә, алмай. 200 мыңға 200. алмай 350 мыңға алдым деп. иә, сол топтық метрлықтан бастап оқығым келіп жүреді ғой сізден. Жалпы өзімді таныстырып кетейін. Есімім Ақжан болады. Қызылорда қаласынданмын. Жасым 24-те. Жалпы маркетинг саласында жүргеніме 5 жыл. Ал именно осы маркетинг ішінде таргет пен практика жүзінде айналысып келе жатқаныма уже 1 жылдан асып баратыр данный момент. Сосын күні кеше ғана енді Гүлназ ханым жазды ғой жекемізге. Неше проекті бар деген секілді. Ол кісіге мен жазып жүрген тұғым, что менде данный момент қазір проекті жоқ деп. Бірақ кешке жақын ау деймін. Кешке жақын тоже бір проектіме келістім. Неге процент келіскен болатынмын. И бүгін жаңа осыдан бір сағат бұрын бір стоп қойған бір проектім бар тұғын, цветы. Сосын сол кісі қайта звондап тұр, қайта жұмыс жасайық деп. Енді осыған мен 2 проектіме кіріп тұрмын данный момент. Вот, күшті. Средний чегіңіз қанша? Средний чек менде 150. Средний чек емес, ол сол несі болып тұрған ғой. 150. Сіз таргетте жүргеніңізге қанша уақыт болды? 1 жыл 1 ай. 1 жыл 1 ай. Неше рет курс оқыдыңыз таргеттен? Шыны керек, осы күнге дейін 1 рет крупный оқыдым 400 мыңға. Сосын одан кейін андай нәрсе болды. Запросқа байланысты ғана бір 20-30 мыңға 1-2 рет қана ше. Ал бірақ нақты айтатын болсақ, долгосрочно тек 1-ақ рет қана. Жақсы, түсінікті. Б точкаңыз қанша сумма тапқыңыз келеді? Или қандай мақсатыңыз бар? Негізі осы күнге дейін былай анализ жасап жатырмын. Таргеттен тапқан суммам максимум 750 мың екен. Осы уақытта дейін 1 айдың ішінде ше. Оған дейін ойнап жүрді ғой 300-400 деген секілді. Ал енді қазір уақытта именно осы 1,5 айдың ішінде қойып отқан Б точка менде 2 миллион. Жаңа айтып кеткенімдей, сіздің қазіргі ұстап жүрген ақшаңыз қанша? Ең азы 300. 300 мың тауып жүрсе таргеттен. Енді 300 болса, негізі Б точканы хотя бы миллион деп қою керексіз да. Потом барып 2 миллионға көтерсеңіз болады. Негізі ұстап жүрген ақшаңызды бірінші сәл көбейтіп алып, потом барып екінші мақсатыңызды қойсаңыз болады. Жаңа бастаған істі соңына дейін тастамау қадамдары деген жерде сізге тоже айтып кетіп едім. Сіз страницаны кішкене болсын жүргізесіз, иә? Иә, мен жүргіземін. Жақсы. Танысқаныма қуаныштымын, Ақжан. Мен Бұйырса сол бір результатқа бірге жететін боламыз. Екінші кім өзін таныстырады?
Сосын бүкіл сұрақты общий чатта қоятын боламыз. Сіздерге новый группа ашылады. Сол жақта сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Менің жекеме или куратордың жекесіне сұрақты ол жаққа қоймаймыз, группаға қоямыз, иә. Группада активный болып отырамыз. Сосын бір-бірімізден бірдеңе сұрауға или білмеген затымызды айтуға ұялмаймыз. Кейбір таргетологтар болды, енді менде көбінесе практик таргетологтар келгеннен кейін өзінің білмегенін, жаңағы білмегеннен ұялып сөйтіп жекеге қойып отырады да сұрақты. Негізі ол сұрақты общий чатқа қойсаңыздар, басқалар да біліп отырады да, сонысы жақсы. Мен айтсам бола ма, иә? Айта беріңіз. Саламатсыз Саламатсыз ба? досым естіліп тұр ма? Иә, естіліп тұр. Камераңыз қосыла емес па? Сіздің Қазір. түріңізді қарап, барлығымыз танып. Баладан қашып жүреді ма? Ана бөлмеде, мына бөлмеде. Негізі андай болады ғой, үйде мысалы кейбіреулер шай ішіп отырып көреді, кейбіреулер тамақ ішіп отырып көреді деген сияқты. Шай ішіп тамақ ішіп отыра беріңіздер. Главное, камераларыңызды қосып отырсаңыздар болды. Қайда отырсаңыздар да. Көрейін қазір. Баланың мен мазасы да шама. Сіздерге кедергі жасай ма деген ғой қазір. Ей, баспа. Қосылдың ба? Қосылдыңыз. Ничего страшного, бәріміз сөйтіп курс оқимыз баламызбен бірге. Саламатсыз. Қалып қойып. Осылай немен ойнайтын сөйтпен. Менің атым Сандуғаш, таргетпен айналысып жүргеніне 1 жылдан асты. Декретте анам 31-де Ақтөбе қаласынан боламын. 1 жылдан асты. Бірінші курсты мен, екі курс алдым. Бірінші курсты мен балам 3 ай кезінде алдым. Ол кезде шама ауырып, сондай проблемалар болып жүргенде, сосын дұрыс оқыған жоқпын. бір апта қарадым ба. Сосын 6 ай кезінде болды. 6 ай кезінде жақсылап не істеп қарап, сабақты анықтап қарап, уже жайлап бірінші клиент ала бастадым, бірақ өте арзанға істедім ше. Сосын өткен жылы сол май айында алдым, тоже алдым. 480 мыңға алдым. Сол кезде алдым, солай бір ай оқып жатқан кезде жақсы результат шығардым. Одан кейін бірақ не істей алмадым. Клиенттер болады, бірақ андай тұрақсыз клиенттердің бәрі. Тұрақсыз клиенттер. Енді менде болды. Қазір менде тұрақты бір проект бар, тұрақты. Бірақ анандай істемейді, жаңа айлық ақшасын сразу беріп тастамайды да. Апталап, кейде тоқтатып қоямын, сондай үлкен чекке шыққым келеді. Өзіме тұрақты жоқ, проект жоқ. Сол проектті не істеп кеткім келеді. Жоғары беріп, алған не істеп кеткім келеді. Алып кеткім келеді сол проекттен жасап. Просто ол менде бұл проекттің оқу орталығыда несі жоқ, системасы жоқ. Өзіне де айтып жатырмын, маркетолог, жаңа продажник деген нелер жоқ та. Менде қазір енді ай сайын табатын где-то 140-150 сондай. И то ол мысалы жаңа апталық нелермен ғой, қосып шығарғанда есептегенде. Жақсы. Түсінікті. Точкаңызға қанша қойып отырсыз? Точка менде андай үлкен чекке шыққым келеді. Бір клиенттен минимум солай бір 250-300 мың алғым келеді бір клиенттен. Хотя бы тұрақты клиент тапқым келеді кәдімгідей. Жылдап жұмыс. Жақсы. Бұйырса енді сату бойынша тоже челлендждер болады бізде. Соған қатыссаңыз тауып кетесіз. Алла бұйырса. Енді кім өзін таныстырады тағы да? Камера қосып сразу айта берсеңіздер болады. Мен айта берейін. Саламатсыздар ма, барлықтарыңызға кеш жарық. Мен есімім Гүлмира. Жалпы таргет саласында 2 жылдан астам уақытта жүрмін. Ең алғаш 2023-те бастаған, бірақ дұрыс оқымай, сол нормальный оқуды 24-те оқыдым. Таргет бойынша курс оқыдым. Мынау 4-ші, сізден алып жатқан курсым, бұл 4-ші курс. Точка Б менде шамамен 1-1,5 миллион деп отырмын. Осыған дейін негізі миллион тапқам, миллионға жеттім. Шамамен 1-2 айдай ма солай, одан кейін қайтан құлдырап кетті. Қазір менде сіз айттыңыз ғой, жаңа басында айтып өттіңіз, бір рост болатын кезде құлдырау болады, дноға түсіп кетеді деп, сол мен қазір днода жүрмін. Январьда бастап, осы январь бітті, менде 3 проект бірге кетеді. Сразу одновременно, как раз еще оразаның алдында.
Сонымен андай өзім бірақ іштей соған дайын болдым ба, әлде өзім шақырып алдым ба, сондай бір ниетті, потому что менде кішкене фокус оразада демалсам екен, осы айды нормально өткізсем екен деген бір ниет болды да. Мхм. Содан кейін қазір менде тұрақты бір проектім бар, онымен уже біз жарты жыл жұмыс жасап жатырмыз. Осыған дейінгі проектілермен де тұрақты жұмыс жасадық. Ең ұзақ жұмыс жасаған проектім шамамен 9-10 айдай болды. Мен ол жерде маркетолог позициясында болдым, бірақ ең алдымен таргеттен бастадым, содан кейін маған SMM-ді берді, одан кейін маркетолог позициясын берді, бірақ мен ол жерде көп жұмыс жасаған жоқпын. Шамамен маркетолог ретінде 2 айдай ғана жұмыс жасадым. Мхм. Қазір сіздің курсыңызға сол негізі сізді көп оқымаймын, бір рекламаңыздан көріп парақшаңызға жазылып алдым. Содан кейін Рекламадан. былай қарап жүрдім, нақты есімде жоқ, әйтеуір рекламамен сізге переход жасадым, бір рет шықтыңыз, былай кірдім да, сосын қайтадан шығып кеттім, сосын тағы екінші рет шықты рекламаңыз, содан кейін подписалась сізге. Потом уже өткенде сабақ ұйымдастырдыңыз ғой, жаңағы 990 теңгеге сол сабағыңызға қатыстым да, сразу келесі күні курсыңызды сатып алдым. То есть ұзақ прогресс болған жоқпын сізде. Маған показалось, то, что сізде нағыз твердый навыктар бар, именно практика жағынан. Маған да сондай қажет болды. Мен енді жаңағы көбінесе андай қызық емес, көбінесе трафик, жаңағы вовлеченность мақсаттары деген нелермен, цельдармен жұмыс жасадым, бірақ енді маған қазір андай нишалар қызық та, интеграция, CRM система деген сияқты сондай бір Пиксель орнатып көрдіңіз ба? проектілерді, пиксель орнатып көрдім, бұрынғы обновленияларға дейін, бірақ одан кейін уже обновление болып кеткен сияқты. Қай Бірақ жылы өзім орнатты? үшін ғана көрдім, чисто практика. Былтыр жазда ма, күздің кезінде. Бірақ ондай проектіңіз болмады, иә? Ондай проекті болған жоқ, чисто өзіме арнап сайт жасап алдым. Соны практика жүзінде өзім жаңағы бұрынғы алған курстарыма бірде-бір қарап сабақпен солай жасап көрдім. Мхм. Енді қазіргі мақсатым сондай проекттерді алу және чек бойынша өсу. Мхм. Жақсы. Еще сізде өзімнің курсымды жасағым келеді деген запрос болды, иә? Менде негізі былтыр жасағым келген, бірақ бір сабақты жаздым да, содан кейін маған ана жерім ұнаған жоқ, даусым ұнаған жоқ, түрім ұнаған жоқ, сосын алдым да сол бетін жауып қоя салдым, сразу бетім айналып кетті. Қиналғым келмей қалды, ана курсты ана жазып болғанша, ана бір сабақтың өзін қиналып кеттім жазығы. Сосын айтамын, бүкіл курсты қалай шығарады екенмін деген сияқты. Мхм. Сол енді қазір қайттан ниетім пайда болды, сондай курс шығарғым келеді, оқытқым келеді, блогымды өсіргім келеді деген сияқты. Бүгіннен бастап блогымды қолға алдым, бүгіннен бастап жүргізіп жатырмын. Енді өзіме андай вызов тастап жатырмын, 30 күн бойы тоқтамай салам деген сияқты. Күшті. Негізі қай қаладансыздар? Алматыдан бар ма? Мен Астанадамын. Мен Алматыдан. Аха. Мен Алматы. Жақсы, түсінікті. Жаңа тоже айтып кеттіңіз ғой, бір рост келетін кезде құлайсың деген сияқты. Менде мысалы сондай болған. Мысалы қалан компаниясына мен өзім жұмыстан шығып кеткем. Ол жақты танымайтын шығарсыздар, иә? Бірақ мен жұмыс жасаған кезде ол жақта оборот 700 миллион болатын. Сол компаниядан мен шығып кеттім, потому что маған условиясы ұнаған жоқ. Мен ол кезде балам болды, балам 40-нан енді шыққан кез. Сосын біз аптасына бір рет жиналысқа просто келіп тұратынбыз, и бізге график қойып тастады, таңнан кешке дейін отыру деген. Ал мен балам бар, мен отыра алмаймын олай, потому что оны емізу керек деген сияқты. Сосын сол кезде тоже как будто бір сол компаниядан жұмыстан шықсам өмір тоқтап қалатын сондай ситуация болды, но мен шығып кеттім риск жасап. Сосын ол жұмыстан шығып кеткеннен кейін, бірақ жаңа айтып кеттім ғой, мен андай психология, мотивация, анау мынау, бүгін күн бұлтты екен деген сияқты неге погодаға қарамайын да, просто тупо ештеңке ойламай әрекет етемін, и солай тоже мен бір жақсы обороты бар, оборот айтпай ақ қояйын, сондай компанияға кіріп кеттім жұмысқа. Ол жақта таргетолог болдым, потом маркетолог болып, мен қол астыма ана жерде 15 шақты адамды беріп қойды. Мен сол жаққа таргетолог болдым. Потом мен ол жерден тоже жұмыстан шығу керек болдым. Мені ешқай жер негізі жұмыстан өйтіп шығармаған. Мен өзім
жұмыстан шығып кеткен. Потому что мен екінші баламды туам, сол кезде по-любому декретке шығуым керек. Ол жақта енді мен аптасына барып жүремін да. Декретке полный шығып кетем, как будто сол проекттен жұмыстан шығып кетсем, тоже өмір тоқтап қалатындай болады да. Бірақ сондай бір ситуацияда мен уже қазір түсініп жатыр, прям рост болады екен да, сол кезде рост болғаннан кейін осындай состояние болып тұр екен. Потому что мен одан кейін сразу топтық менторлықты бастап кеттім, артынан бастап кеттім. И ол мысалы жақсы проекттер, ұсыныстар түсті. Мысалы бір проекттен 700 мың алатын проекттер келді, 600 мың алатын проекттер келді. Солай негізі рост болды менде. Өзім еще топтық менторлық бастап кеттім. Сол компанияда тауып жүрген ақшамды просто так бүйтіп тұрып табатын состояниеға жеттім да, мысалы. Сондықтан сондай бір ситуация болған кезде ол жерден қалай шығу керек дегенге больше акцент қою керек сияқты, чем проблеманың өзіне үңіліп кетпей. Так, ары қарай жалғастырайық. Тағы кім таныстырады өзін? Мен айта берсем болады ма? Аха, айта беріңіз. Мен есімім Сәтбек болады. Жасым 20-да, өзім қазір Алматы қаласындамын. Студентпін. Медицина саласында 3-ші курс. Таргетке келгеніме 1 жыл болды. 1 жыл алдын жазда оқығам таргеттің курсын. Өзім негізі Шымкент қаласынамын. Сол Шымкент қаласына барған кезде бір таныс болғанда бөлем ғой. Бөлемнің қасында бірге жұмыс жасадық. Ол жерде біз тоже бизнес, товарка не саттық. Тапчан саттық. Білесіздер ма, білмейсіздер ма? Ағаш тапчан саттық. И сол жақта мен роб болып жұмыс жасадым. И оларға енді таргет қосып жүргендерін көрем ғой. Қанша жұмсап жатқандарын, қанша айлық беретіндерін. Сөйтіп, давай мен осы жаққа таргетолог болып келейін деген ой болды да. И сразу Шымкент қаласынан бір курс оқыдым. Негізі қатты қымбат оқыған жоқпын, Шымкентте арзан ғой. 100 мың теңгеге оқыдым. Бірақ тоже жақсы таргетологияда. Таныс жігіт болды, солай по-свойски оқытты да, бірақ. Дальше мен сол тапчанға одан кейін таргетолог позициясына келдім. И роб, и таргетті жіберіп жүрдім. И потом проекттерді только сарафанкамен алдым. Бірінші проект сол жасап жүрген жердегі жаңағы бөлемнің партнерінің қызы диван сататын еді. Сол кісі мен жұмыс жасағанын көріп, өзінің несін ұсынды, проектісін диван бойынша. И потом диван жібердім. Тоже жақсы болды. Алматы қаласында Азия мебель деген негізі нормальный компания. Жақсы келдік. И потом тоже сарафанка арқылы сол жерде енді диванда жасап жүрген роб өзі жеке шығып корпусный мебельге шықты. Ол енді новидан бастап атқан адам болды да. И ол жақтан басында онша емес болып, одан кейін біраз нормально болып кеттік, тоже корпусный мебельден. Одан кейін тағы бір проект, ол типа бір 3 жігіт бірге қосылдық, жаңағы сіз браттар деп жатсыз ғой. Сол сияқты, в общем, браттар Браттардың темасы ма? Олар андай ұсынды маған, давай бірге 3 жігіт болып жұмыс жасайық. Бір адам ол не болды да, 5 жыл бойы таргетте жүрген кісі болды. И бір адам соның қасында қазір істеп жүрген адам, мен жаңадан қосылдым. Мен только запуск жасап отыратын болдым. Именно біз серий нишадан бады деген сияқты, в общем, серий ниша жібердік көбінесе. Мен кірген кезде оларда 10 проект болды да, и мен оның 3 проектісін алып солай жұмыс жасадық. Только мен қандай жібердім? Свет қатып қалды ма? Қатып қалдыңыз. Аха. Солай жібердік. И ол жақта біз ойладық негізі ұзақ жұмыс жасаймыз деген сияқты план қойғанбыз, 30-40 проект алып жасаймыз деп. И тоже тура сіз сияқты мен өзім шығып кеттім ол жерде бір айдан кейін, потому что менде сабақпен бірге алып жүруге ол ыңғайсыз екен да. Қатты андай не болып кетеді екен, фокусым жоғалып кетті. Сөйтіп ол кеткеннен кейін тағы бір проект келді. Айтпақшы, мен курс не үшін оқимын дегенім. Сол, короче, бір проект келеді маған. Ол сендвичные панели деген, мен өзім бұрын соңды көрмеген нәрсе келеді, короче. Оказывается, сэндвич панель деген бір андай новыйдан
уақытша құрастырылатын бір нелер болады ғой. Типа бір донерка сатса, может, в общем, қысқа уақытқа құрастырылатын кішкентай үй деген сияқты сондайларға қолданылатын зат екен да, сэндвич панель деген. Темір зат, короче. И оны үлкен андай компаниялар сатып алады екен, жеке адамдар емес, типа товарка емес, үлкен бір компаниялар сатып алады екен да. И соны давайте таргетін қосайық дейді. Сөйтіп қосып көремін. Почему-то соңғы атпай қалады ғой. Оғанға дейінгі таргеттердің бәрі нормально келіп жүрген ғой. Сөйтіп креатив ауыстырамыз, анау ауыстырамыз, в общем, вообще атпады. Одан кейін ойладым, типа бірдеңе жетіспей жатқан сияқты ғой маған деген сияқты ше. Сөйтіп бір оқитын уақыт келген сияқты ғой дедім да. Сөйтіп іздеп бастадым, короче. Шымкенттен іздедім. Таргетолог, бір 10 таргетологқа тіркелдім ғой. Сөйтіп ішінен сіз бір кішкене особая, единственная болған соң алып отырмын, короче. Одан кейін қазір проект негізі жоқ деп айтсам болады, бірақ бір проектті, апталық проект жасап жатырмық. Ол арка навес бар ғой үйлердің алдында. Сондай жасайды кісі. Ешқандай бизнесмен емес, сол кісі жібереді, короче. Сөйтіп бір апта болды оны жіберіп жатқанымызға. Сөйтіп кеше заказ алып қуанып кеткенсің ғой. Кеше заказ алып, оғанға дейін заказ жоқ деп келген ғой. Сонымен сол бір проект бар. Одан кейін тағы бір дос балам, короче, жасайық деп жатыр. Тоже жаңағы услуга, оныкі натяжные потолки, короче. И сол бұйырса қосылады негізі, уже несін бастап жатырмық. Видеоға, креативмен барлығын жіберіп қойдым да. Қалай идеясын, текстін деген сияқты. Сол одан кейін не айтамын тағы. Сол менде Б точкаға пока что менде сабақпен қосып алып жүремін да. Сондықтан миллион деп отырмын. Но жазда бұйырса жақсылап жұмыс жасауға ниет бар. Бұйырса сізден жақсылап курс оқып алсам, одан кейін бір досым бар, үлкен компанияда жұмыс жасайды. Сату ұят емес деген кітап білесіздер ма? Тайр деген кісі жасаған. Сол Тайр деген жақсы араласамыз. Сол досым сол жерде жұмыс жасайды. Мен всегда офисіне барып тұрамыз. Сол шақырып жатыр өзіне, короче. Біз жаққа таргетолог болып келсей деп ше. И бұйырса жақтан оқып, сол жаққа барып күштілеп жасау керек болып отыр. Сол план. Танысқаныма қуаныштымын. Енді Келесі кім таныстырады өзін? Мен таныстырайын. Мен есімім Айнұр. Мен осы таргет саласында 3 жылдай болды. Мен қазір Өскемен қаласында тұрып жатырмын. Енді негізі менде былай тұрақты клиенттер, тұрақты болмайынша клиенттерім ше. Но бірақ әйтеуір келіп жатады, сарафанкамен келеді, немесе группалардан вакансия деген сияқты сондай шығып әйтеуір сөйтіп клиенттер болып жатады. Апталық клиенттер, айлық клиенттер деген сияқты. В данный момент бір апталық и 3 клиент бар в данный момент. Апталық, иә? Біреу апталық, үшеуі айлық. В данный момент айлық болып тұр, андай как бы өзгере береді деген ғой енді ол да ше. В данный момент солай болып тұр. Негізінде сол ең көбі 150-160 сондай. Негізі енді сізге жақында тіркелдім инстаграмыңызға, прям мындай как бы запросыма сай келген сияқты болдыңыз. Чегімді көтергім келеді, негізінде табысымды өсіргім келеді, блогымды жүргізіп деген сияқты. В данный момент .а менде енді 500 мың, 600 мың сондай. 400 мың деген сияқты, енді ол клиенттің несіне байланысты болып тұрады. Сол миллион, тұрақты түрде миллионға жеткім келеді. Тұрақты как бы ай сайын. Түсінікті. Бұйырса 1 миллионға жетуге сізге даму стратегиясын сыз берем. Ол енді бізде алдағы сабақтарда болады. Сізбен танысқаныма қуаныштымын, Айнұр. Бұйырса Б точкаға жетеміз енді. Сосын осы сабақтан кейін сіздерге расписание жіберіледі, Zoom уақыттары, ана жерде разбор уақыттары, челлендж уақыттары деген сияқты барлығының сіздерге графигін жібереміз. Плюс еще почталарыңызға доступ кетеді. Кіріспемен, одан кейін маркетинг бөлімін сіздерге қарауға бір уақыт беріледі. Негізі 2-3 модульді қарауға сіздерге бір аптадан уақыт беріледі. 1,5 айға солай жоспар құрылған. Бірақ енді маркетинг бөлімі деген кезде
ой, маркетингті мен ішіп алғам, мен таргетте жүргеніме, потому что 2 жыл болды деп емес, ана жерде қандай сабақ шығарды алдыларыңызда, соның барлығын аты қарап шығу керек. Себебі сіздер маркетингті білсеңіздер де, маркетингте новый дүниелер шығып кеткен. Сол заттарды мен тоже сабақтарда айтқам. Соның барлығын қарап шығамыз. Потому что сіздер 2 жыл, 3 жыл таргетте жүрдіңіздер, сіздер уже өздеріңіз блогтарыңызды дамытып, әйтеуір блогтан да жаңағы ақша таба алатын деңгейге жеттіңіздер. Сондықтан солай жасаймыз. Жаңа айтып кеткенімдей, мысалы, просто так автоворонка қосып қойсаңыздар да, енді ИИ курсы сіздерге бонусқа беріледі. Сол ИИ курсын үйреніп те, кішкентай бір видеоларды монтаждап, или там кішкентай бір мини курс жасап та, соны автоворонкаға қосып қойсаңыздар болады. Сіздерге ИИ үйретем деген сияқты. Иә, Гүлмира, айта беріңіз. Шамамен зумдардың уақыттарын айтып жібересіз ба? Негізі күндіз до обеда болған ыңғайлырақ сияқты, осылай кешке қараған кезде. Себебі барлығымызда бала бар деген сияқты, жатқызу керек, ұйықтату керек, басталады да кешке. И мидың жұмысы сәл кеште баяулау жұмыс жасайды ғой. Сондай бір ұсынысым бар еді. Расписание қойған кезде барлық зум уақытын сағат 7-ге қойған едім. Неге? Себебі кешкісін тірліктерімізді бітіріп, солай асықпай отырамыз ба деп ойлап едім. Енді бірақ мен өзім үйде жүрген адаммын. Сондықтан барлықтарыңыз лучше өздеріңіз шешкендеріңіз дұрыс. Енді кімге қалай қолайлы. Сол түс уақыт болатын болса, давайте 3-ге қояйық. Ал егер кеш дейтін болсаңыздар, давайте 7-ге қояйық. Солай істесек болады. Зум сабақтар сақтала ма? Иә, сақталады. Маған кешкі уақыт ыңғайлы дейді. Давайте опрос жіберейік чатқа. И сол опрос бойынша 2 уақытты таңдап алсаңыздар болады. Барлығымыз негізі онлайнда жүрген адамдармыз ғой, иә? Ешкім онлайнда жұмыс жасамайды ғой. Сәлеметсіз бе? Мен таныстырып кетсем болады ма? Саламатсыз ба? Иә, таныстыра беріңіз. Есімім Айзат, Алматы қаласынанмын. Таргет бастағаныма 1 жыл, тоже бір крупный бред оқығанмын, 350 мыңға, одан кейін 2 рет 50 мыңға консультация алғанмын басқа таргетологтардан. Менде қазір тұрақты 3 клиент бар, олармен айына емес, аптаға жасаймын. Біріншісі кілем, екіншісі косметология, үшіншісі мебель. Мебель менде бір апта қосады да, бірнеше заказдарын алып алып, өшіп тұрып, одан кейін қосады деген сияқты. Одан бөлек менде андай клиенттер бар, 1 күн қосады, 2 күн қосады, 3 күн қосады, бір апта жоқ болып деген сияқты күндік клиенттер. Общий сонымен айына 500-700 мыңдай шығады. Средний. Қазір 700 мың тауып жүрсіз ба? Иә, прям 700 мың болмаса да, кейде 700 мың либо одан асып кетеді, либо 500 мыңнан кем болады деген сияқты, әркез әртүрлі. Ол менде асып. Сіз қанша проектіңіз бар и қандай нишалар? Менде косметология бар, ол мен жұмыс жасап келіп жатқан 4-5 ай болды ғой деймін бері. Одан 120 мың ғана алам, аптасына 30 мыңнан 4 рет болғанда. Клем жуу Шымкентте ол жақында қосылды. Одан бөлек тоже мебель бар Талдықорған қаласынан, ол тоже жаңағыдай. Заказдарын жинап алады, көште тұрады. Өзі жасайды ол кісі үлгергенше. Одан бөлек күнделікті русификация деген сияқты салондар басқа солай жинап, өшіріп, қосырып жүретіндер бар, күндіз болғаймын. Қазір менде запрос кәдімгідей үлкен жеке зарплатаға шыққым келеді. Қанша тапқыңыз келеді? 1,5 миллион тапқым келеді айына. Тек услугамен тапқыңыз келеді ма? Тек қана услугамен тапқым келеді, бірақ мен обучение жасаймын базадан. Менде тек TikTok, бірақ өкініштісі менде Instagram, Facebook таргет білмеймін. Сізден сатып алдым да, білмесем де, бірақ базаны тағы параллельно оқып алып. Facebook таргет жіберіп көрмегенсіз ба? Жіберіп көрмегенмін. Просто сіздің негізден қалғым келген жоқ, сол ойланып жүрдім, алдында алғым келген. Ол кезде балам тоже ауырып больницаға жатып сөйтіп шықтым да. Мен көп нәрсе үлгеріп, соңына келген кезде білдім. Қалғым келмей алдым. Енді бұйырса параллельно оқу керек болып жүр. Негізі TikTok'ты білсеңіз, Facebook'ты алып кетуге тоже болады. Мысалы, TikTok'та бизнес-центр болса, Facebook'та бизнес-менеджер да. Ал ішіндегі рекламный кабинеттер бірдей. Алып кетуге болады. Енді сіз бірақ Facebook'ты білмесеңіз, сізге плюс тағы
жаңағы платформадан бөлек телеграмдағы сабақтарға доступ беріп қоямын сізге тоже. Ішінен қарап, жаңа басқаларды жетіп алсаңыз болады, больше уақыт бөліп. Күшті, Так. рахмет. Жақсы, сізбен танысқаныма қуаныштымын. Өмірде интровертсіз ба? Иә, Жасыңыз нешеде? жасым 26-да. Аха. Жақсы, сізбен танысқаныма қуаныштымын. Аха. Саламатсыз ба? Есімім Құралай, Қапшағай қаласы. Қазірде істеп жатқан проектім жоқ, бірақ 2 жылдай болып қалды осы таргетте жүргеніме. Крупный 2 курс алдым, и то ол жерде прям кіре салған уақытта андай группаның ішінде біраз, бір 100-ден аса сондай адамдар отырды да, и өзімді ол жерде таппай қалдым ғой. Лучше осындай аз группада оқыған дұрыс екен. Айлыққа істедім, клиник нишасы бойынша 3 проектім болды. Ол жерде айлықтарым 150 мың каждый. Потом ипотечный брокерға жіберіп көрдім. Ол только апталық. И потом андай кішкентай нелер келеді, енді апталық, біресе бар, біресе жоқ қой. Арез сондайларға шығарып көрдім. Қатып қалдыңыз ғой деймін. Сол негізгі мақсатым. Қатып қалдым ба? Енді нормально болды. Негізгі мақсатым курс алғаным проектқа, айлық проектке шығу, потом чекті 700 мың теңгеге көбейту. Негізгі осы уақытқа дейін алғаным 300 мың, 400 мыңның көлемінде болды проекттерден. Көбінде қазір апталықтар болды. Сол. Түсінікті. Менің неме қатыстыңыз ғой, тегін сабағыма қатыстыңыз, сіз? Иә, 2 зумыңызға да қатыстым. Екеуінде жібермей қарап, до конца отырып, полный сіздің инстаграмыңызды да қарап, оның алдында да енді крупный курстарды алып алдым да, и одан қорқыттым алуға. Потом біраз ойланып, тәуекел етейін деп. Таста кетейін десем, болды тастаймын деген уақытта елдер деген таргетті сұрап бастайды ғой. Маған жасап бер, маған істеп бер деп. Одан ойланып қаласың, может, тастамауым осы, не болып тұрған. Қазір ақша көп. Таргет самый пикта тұр ғой қазір. Негізі біз осы 2021-ден бастап оқып бастадық қой. Сол кезде тоже шығатын. Ой, Инстаграм деген ертең қалады ғой, анау мынау деген сияқты. Инстаграм деген қалса, Пинстаграм деген зат шығады, и мен сол жаққа шығып блог жүргіземін деген сияқты идея болу керек та. Новый зат по-любому шығады да орнына. Мысалы 2021-де айтылған тема қазір 2026 5 жыл өтіп кетті. Мен ойлаймын, что бұл зат тек қана дамиды. Мысалы қандай социальный сеть шықса да, ол жақта таргет жүр. Таргетмен өледі деп ойламаймын. Мысалы трейд шықты, трейдсқа в момент сразу таргет шықты. Қазір WhatsApp-ның өзінде де таргет жүр. Бірақ WhatsApp басында айтқан болатын, негізі оның политикасы бойынша WhatsApp-та таргет вообще жүрмеу керек. Ал қазір WhatsApp-та таргет жүреді. Солай да, сондықтан сіздер қазір пик моментте тұрсыздар. Андай идеальный бір моментті күтпей, именно осы потокқа келгендеріңізге негізі повезло деп ойлаймын. Мысалы, мен де идеальный моментті никогда күтпейтін адам. Мысалы, мен страницама қарасаңыздар, мен бір әдемілеп тұрып дизайнерлік ештеңке салмаған. Ештеңке жоқ. Алдында ғана бір ұят болмасыншы, қойып құрсын, бір эксперт екенмін ғой деп фотосессия жасап келдім, өтірік болмасын. Соны бір маңызды жаңалық салатын кезде қайталап соны айналдырып сала беремін. Әйтеуір, қалай бар солай жасайтын адаммын да, сондықтан басқаларға да соны советовать етемін. Қалай жасай аласыз, именно соны жасай беріңіз. Мысалы, біреуге еліктеп сөйтетін адамдар бар да. Мысалы, бір таргетолог бар, тоже. Мен мына жерде ешкімнің атын айтып өтіп жасамаймын. Мен енді курс өтіп отырғаннан кейін, қанша студент оқып отқаннан кейін уже білесің да, кім не істеп жатыр, неме айналысып жатыр, жаңағы эксперттерден деген сияқты. Сол кезде таргетологтар көп келеді. Мен именно осы таргетологты көрсем, самооценкам түсіп қалады, потому что осы таргетолог страницасын күшті жүргізеді, мен как будто бұның деңгейі маған космос сияқты көрінеді деген сияқты айтады. Негізі жоқ. Вообще ондай емес. Сіздер өздеріңіз қалайсыздар, солай көрсете берген дұрыс. Мысалы, сіздер там обучение бастап жатырсыздар ма? Бірінші обучениені өтетін адам, ол адамның курсын емес, ол адамның адамгершілігіне, адами тұрғысына қарайды. Егер ол адам ретінде ұнаса, онда сатып алады деген сөз.
Сондықтан қалай жүргізіп білесіздер мына блогтарыңызды, қалай вообще жасай аласыздар, солай бастап кеткен дұрыс. Идеальный момент бүгін. Ол понедельник емес, ол келесі айдың басы емес, идеальный момент бүгін. Еще бүгін 1 апрель екен. Тоже бастауға, егер бастау иә, осындай күшті айттыңыз. Менде бұрын тоже сондай болатын, андай практиктерге толық дауысыңыз өшіп қалды. мен қатып жатырмын ба? Мен қатып жатырмын, иә. Аха, айта беріңіз. Жаңағы сөзіңізді қостап кетейін деген ғой. Просто менде де тура сондай болған. Бұрын начинающий таргетолог болған кезде андай практик таргетологтарға жазыла аласың ғой парақшасына. Ой, осы кісіден идея аламын, жаңағы пайдалы ақпарат аламын, бағыт аламын деген сияқты. А потом со временем, оказывается, наоборот болады екен. Өзіңді құнсыздандырып жібереді екенсің да, ана кісі уже андай жетістікке жетіп қойды, а сен әлі жете алмай жатсың. Как будто сен бірдеңені дұрыс жасамағансың. Как будто бір қазір сторис саламын, рилс саламын, бірақ ол дұрыс болмайтын сияқты да, сондай бір ощущение болады. Содан әрең шықтық қой. Сосын мен айтамын, биыл жоқ, қалай бар солай жүргіземін. Все деп. Себебі әр адам индивидуальный ғой. Иә. Ол кісілерге өзінің аудиториясы келеді, сізге өзіңіздің аудитория келеді. И маған да сондай сай, менің жаңағы вайбыма сай деген сияқты сондай адамдар келеді екен ғой деп. Иә, Енді жетіп жатыр. дұрыс айтасыз. Тағы бізде кім қалды? Өзін таныстырмаған. Так. Пользователи Zoom дегендер кім? 3 адам отыр. Солай. Так, өзін таныстырмаған адам бар ма тағы да? Менің сұрағым бар еді, кешіріңіз. Аха, қоя беріңіз. Сұрақ емес, өтініш. Мендегі жаңағы тұрақты бір проект бойынша масштабқа шығып жатырмыз да, қазір енді TikTok-ты ол кісілер қолға алып жатыр. Сол мен TikTok таргетті көп жібермейді екенмін, сол 1 жыл бұрын жіберіппін. Одан кейін қаншама обновлениялар болып кетті. Мүмкіндік бар ма қазір TikTok таргеті жайлы сабаққа? Егер көріп, сол бойынша әрекет етсем. TikTok жүргізбеймін дейді. Иә, ондай мүмкіндік бар. Бірақ именно платформадағы сабақтар емес, себебі платформадағы сабақтар по расписанию шығады да именно. Ал мен сізге Телеграмдағы сабақтарды бере аламын. Ол жақта тоже новое обновлениемен жазылған. Қазақстанның аккаунтымен жүргізсеңіз болады, или же партнермен жұмыс жасасаңыз болады. Тоже ол жақта партнерлардың списоктары бар. Өзіңізге тоже қолайлы вариант. Бұрын мынандай болатын ғой, қазақстанский аккаунт серая нишаға жарамайды, лучше партнермен жұмыс жаса деген сияқты. Қазір мен байқаймын, серая нишалар тоже қазақстанский рекламный кабинетпен жіберіп жүр, даже мужской баттар сөйтіп жіберіп жүр екен. Бірақ енді менде более үлкен бюджет айналдырғаннан кейін ол қазақстанский аккаунттармен мен ондай қатты жұмыс жасамаймын, потому что ол жақта минимальный пополнение 4600 теңге да, ал мен мысалы $1000 салуым керек ол жаққа дегенде. Сондықтан мен больше ол жақтармен жұмыс жасамаймын. Сіздің өзіңізге қалай қолайлы, бюджетіңізге қарай қоясыз ғой, ол жақта тоже. Жақсы, түсінікті, рахмет. Тағы бір сұрақ. Через партнеров, то есть сіздер арқылы ашамыз ба ол жақта аккаунт, әлде өзіміз шығамыз ба партнерларға? Партнерға өзіміз шығамыз. Сосын TikTokта қандай да бір проблема болып жатса, шеше алмай жатсаңыз, или там CRM-ка орнатқан кезде интеграция жасауда, пиксель жасауда разрешениесі керек болады партнердің. Сондықтан партнермен жұмыс жасаған ыңғайлы более, егер сондай проект болатын болса. Так, бізде тағы кім өзін таныстыра алмай қалды? Мына жерде бар, негізі ұялып, мен бүгін сөйлемей ақ қояйын деген сияқты болмау керек. Әр адам өзін выражать етіп білу керек, жаңа айтып кеткенімдей. Мына жақта айтқанымдай. То есть тығылып қалмау керек, өзін көрсетіп білу керек. Ертең сіздер клиенттің алдында да сөйтіп өздеріңізді көрсететін боласыздар. Так, аха, Құндыз, қолды көтеріпсіз. Көрініп тұр ма? Саламатсыз ба? Барлықтарыңызға қайырлы кеш. Қалдарыңыз қалай? Шүкір, жақсы, өзіңіз қалайсыз? Не айтатыным ұмытып қалдым. Мен есімім Құндыз, жасым 25-те. Аха. Декреттегі мамамын. Қазір мен
төрт курс аяқтадым. Ең соңғы курсы маған прям более полезно болды. Но сізбен бірге масштабқа шыққым келеді. Сол үшін осы сабақты алдым. Күшті. Ә, Средний чек қазір менде айтып едіңіз бе маған консультацияда, мен ұмытып қалдым. Средний чегіңіз қанша еді? менде андай жағынан қиналам. Менде қазір средний чек сол 100-150 айлық проекттерде енді шамалы хотя бы 200-250-ге шығуды қалаймын. Қай Сосын қалада? точка Б-да миллионға шыққым келеді. Қазір мен Сәтбаев қаласынанмын. Сәтбаевта ешкім жоқ шығар. Так, менде қазір точка А примерно 500-дей шығады, 500-600-дей былай приблизительно. Но кейде 400-ге, 300-ге жетіп қалады. Но енді мен қазір соны миллионға дейін көтеріп әрекет еткім келеді, бір ай тоқтамай. Жақсы, түсінікті. Танысқанымызға қуаныштымын. Енді бұл біздің ортамыз болады. Сондықтан бір-бірлеріңізбен араласуға, сөйлесуге, совет сұрауға ешқандай ұялмаңыздар, қысылмаңыздар, араласып тұрыңыздар. Бір-бірлеріңізбен бір қаладан болсаңыздар, бірге шай ішіп деген сияқты. Сондай нетворкинг ортаны қалыптастырсаңыздар болады. Так, бізде жаңағы ережелер, основной ережелерді айтып кеттім. Сосын бізде тапсырмалары беріледі, челлендж тапсырмалары беріледі. Камерасы өшіріп отқандар кетіп қалған жоқсыздар ғой, зумды қосып қойып. Бізде сондай бір тапсырмалар берілген кезде, егер орындамайтын болсаңыздар, біз оған ұрсып та аламыз. Жаңағы мотивация болса, мотивацияларыңызды беріп те аламыз деген сияқты. Бірақ ұрысқан кезде ой маған ұрысты деп жаңағы жаман көзқараста емес, просто сіздердің результатқа жетулеріңізді қалаймыз біз. Содан кейін сіздерді іздейміз. Сіздерге ұрсатын кезде ұрсып аламыз, мақтайтын кезде мақтап аламыз деген сияқты. Сондай жайттардың барлығы болады 1,5 айдың ішінде. Сондықтан қалып кетпейміз. Егер сабақты көре алмай қалдыңыздар ма, тапсырманы орындай алмай қалдыңыздар ма, эфирге кіре алмасаңыздар, барлығын себебін түсіндіріп, жазып отырсаңыздар. Группада более активный болсақ, күшті болушы еді. Иә, активный болу ол өзімізге байланысты. Күшті ғой негізі бір таргетолог ортаң болса. Мысалы, лид қымбаттап кетеді, или тағы бір сезон болып қалады, сол кезде осындай ситуация сенде болып жатыр ма деп сұрайтын ортаң болмаған өзі жаман да, тупикта тұрған сияқты болып қаласың. Ал анандай бір нетворкинг ортаң болса, сені басқалар қолдап кетеді. Мысалы, таргетте бір проблемаң болып жатса, сен оны күйеуіңе айтсаң, досыңа айтсаң, жаныңда жүрген, ол түсінбейді ол затты бәрібір. Ал таргетологқа айтсаң, бір жеңілдеп қаласың да ол затты. Сондықтан активный болу ол өзіміздің қолымызда. Так, олай болса, зумды аяқтайық. Бұйырса, расписание жіберіледі. Сосын опрос қалдырамыз. Түсте или кешкі уақыт ыңғайлы деген сияқты. Сосын бір аптаның ішінде бір апта уақыт беріледі. Кіріспе мен маркетинг бөлімін қараймыз да. Мен маркетингті білем, ол бөлімді қарамаймын деген тема болмайды. Барлығымыз қараймыз, білсек те қараймыз. Оның ішінде мен басқа заттарды айтқам тоже. Өзім қолданып жүрген воронкаларды айтқам, сондықтан міндетті түрде қараймыз. Олай болса, сәттілік сіздерге, сіздер дұрыс жолда келе жатырсыздар, оған уверен болыңыздар. Главное, маған сеніңіздер, кураторға сеніңіздер, өздеріңізге сеніңіздер, и сіздерде результат болады сол кезде. Ешін олай айтып жатырмын, потому что қазіргі сіздердің айтып өткен жолдарыңызды мен уже жүріп тастағанымда, содан кейін айтып жатырмын, қалай дұрыс болатыны сіздерге. Вот, главное, осы 3 сатқа сеніңіздер. Сабағымызды аяқтайық. Олай болса, танысқаныма қуаныштымын сіздермен. Так, соңында аяқтай берейік. Жақсы, сау болыңыздар. Жақсы, сау болыңыздар. График белгілеп жіберсек, қазір группада айтылады оның барлығы. Сіздерге шит жіберемін мен графикті. Сау болыңыздар. Рахмет, көп сау болыңыз. Сау болыңыз.